Әмеңгерлік 2 бөлім. Сол күннен кейін Бәкен маған ауылға әр демалыста келіп тұратын болды. Люлькасы бар мотоциклі бар болатын. Сонымен келетін. Мен үйдегілер ұйықтады-ау дегенде үйден ұрғанып шығып жүретінмін. Кейде әрдемені сылтауратып Гүлсімдерге жиі барып қонып қайтатынмын. Сөйтіп жүргенімізде бір күні аяқ астынан Бәкен: "Келесі айдың басында сені алып қашамын, дайын бол", деді. Апасы осы құдашаға үйленсенші, өте пысық қыз екен, деп қайта-қайта айта береді екен. Оның үстіне біздің кездесіп жүргенімізді де сезген болар. Содан Бекарыспен 2 ай ғана кездесіп жүріп, тұрмысқа шықтым. Өзі айтқандай мені алып қашып үйіне апарып келін етіп түсірді. Мен өте бақытты едім. Бекарысқа бір көргеннен ғашық болып, оны барлық жан тәніммен құлай сүйдім. Тіпті оның жанынан бір елі ажырағым да келмейтін. Төркініме келгенде де ата-ананың қасында қалсаншы, 1-2 күн аунап-қунап қайтарсың, десе де қалмай, онымен бірге ілесіп қайтатынмын. Сөйтсем бұлай қатты жақсы көруге болмайды екен ғой. Келген жерім жайлы жақсы еді. Жанымда көрші болып Гүлсім тұрады. Онымен күнара сөйлесіп сырласып тұратынбыз. Менің осында келін болып түскеніме ол да қатты қуанып еді. Атам сол кездегі совхоздың егістікке шығатын техникаларын қарайтын. Күйеуімнен кейінгі қайныным трактор жүргізетін, жер жыртады, егін егеді. Ал кіші қайныным менен 2 жас қана кіші болатын. Кенжебек үйдегі сиыр қойды қарап жүретін. Бұл отбасындағы 3 жылдың мінездері 3 түрлі болатын. Менің күйеуім Бекарыс мінезі жұмсақ, қалжыңбас еді. Үнемі жымиып күліп жүретін. Салмақты сөйлесейін десен, сөзінің артын әзіл қалжыңға айналдырып жіберетін. Өзін өзі күтіп, тап-тұянақтай киініп, әтірлерін сеуіп, шашын артқа қайырып қойып, той-думан кештерге барғанды ұнататын. Мектептен кейін училищені бітіріп, мотоциклімен ауылдарда электр бағымдарын орнатып, жөндеп электрик болып жұмыс істейтін. Кейінгі қайыныным Айдос өте еңбекқор еді. Үйдегі мал жанға шөп, жем тасып, үйге ағаш көмір түсіріп, егістіктен картоп, пияз тасып, осы үйдің қамымен жүгіріп жүретін. Ал Кенжебек атқа мініп алып, малды өріске қосып жіберіп, күтіп алып, мен сиыр сауарда бұзауды байлап, жанымда көмектесіп жүретін. Мінезі тұйықтау, көп сөйлей бермейтін. Дегенмен ауылдағы мықты шабандоздардың бірі еді. Малқора жақта қапқа топырақты толтырып іліп қойып, соны ұрып, теуіп, темірлерді көтеріп, спортпен шұғылданып жүретін. Ішпейтін, шекпейтін өте шымыр жігіт еді. Мен осы отбасына тез үйренісіп, сіңісіп кеттім. Енем, мен келін болып түскелі ас үйдің бар шаруасын маған тапсырды да, өзі тірлігіме араласпайтын болды. Тек білмегенімді сұрасам, асықпай отырып үйретіп, көрсетіп беретін. Қалған уақыттарда бақшасын қарайды, күбісін пісіп, май шайқап, құрт жасап жүретін. Көрші құрбыларына барып шай ішіп әңгімелесіп келетін. Содан арада көп уақыт өтпей-ақ аяғым ауырғады. Мұны естігенде ата-енем немере сүйетін болдық, деп қатты қуанды. Бекарыс та қуанып, жолдастарымен бірге біраз күн тойлап кетті. Енем ауданға емханаға барып қаратып келді. Барлығы жақсы еді. Алайда уақыт өте келе ішім күн санап емес, сағат санап өсе бастағандай еді. Сөйтсем ішімдегі сәбилерім егіз екен. Екеуі 2 бүйірімнен тепкілейтін. Мұны білгеннен кейін енем маған үй шаруасын көп істете бермейтін болды. Кейіннен атамның тұқымында егіздер болғанын естідім. Осы қасиет маған ауған ба, бізде де егіздер болады деп, ақырындап дайындала бастадық. Ай күнім жақындаған сайын жүріп тұруым қиындай бастады. Ішім үлкейіп, өз бойымда аласалау еді. Бекарыс, сен үрлеп қойған шар секілдісің, деп қалжыңдап күлетін болды. Сонымен егіздерім мерзімнен бұрын дүние есігін ашып, аман есен босанып алдым. Екеуі де ұл болды. Үйдегілер қатты қуанды. Бекарыс та ауруханаға күнде келетін. Ұлдарын терезеден көріп кететін. Сөйтіп деніміз сау, жағдайымыз жақсы, ауруханадан шығып үйге келдік. Атам бір қойын сойып, Гүлсім келіп біздікінде дастархан жасап, ет асып қойыпты. Өзімнің әке-шешем, жеңгелерім құтты болсын айта келіпті. Бекарыстың 1-2 досы келген. Сөйтіп бізді улап-шулап қарсы алды. Сол кеште қонақтар кеткен соң
Бекарыс достарымен отырып біраз ішкен болатын. Содан ертесінде басы ауырып тұрса да, көрші ауылда қатты желден электр бағымдары үзіліп, свет жоқ, соны жөндеу керек деп, жанындағы бірге істейтін жолдастары келіп алып кетті. Мен, ауырып тұрсын ғой, сорпа ішіп, аздап өзіне келген соң барсан болмай ма? Деп едім. Жанындағы жолдасы, ой Күмісай, уайымдамашы, басын жазып береміз. Ауыл адамдары свет жоқ деп шулап жатыр, бармасақ болмайды, деп күйеуімді асықтырып киіндіріп алып кетті. Сол күні көңілім біртүрлі қобалжулы болды. Жаным жай таба алмай қойдым. Сөйтсем мұның бекер емес екен. Күйеуім сол ауылға жолдасымен бара жатқанда, жолдасы жолай дүкеннен 100 грамм алып, Бекарысқа құйып беріп, басын жазып беріпті. Онысымен қоймай, электр бағамының басына менің күйеуімді шығарыпты. Содан үзілген жоғарғы вольтты электр сымын жалғаймын деп, Бекарысымды тоғырып, сол жерде тіл тартпай кетті. Мұны естігенде есімнен танып құладым. Күйеуімнің денесін әкелгенде, оны көріп, есімді жоғалттым. Жүрегім қарс айрылды. Сене алмадым. Жылай-жылай көз жасымда таусылып, дауысым да шықпай қалды. Бұл жағдай барлығымызға ауыр тиді. Жанымды, сүйген жарымды жер қойнына тапсырдық. Кеше ғана босанып, ана атанған мен бүгін қара жамылып, жас жесір атандым. Мәңгүрт секілді, тірі өлікке айналдым. Балаларыма қарауға мұршам болмай қалды. Қайта Гүлсім келіп қарасып жүрді. Ол да менен бұрынырақ сәбилі болып еді. Сонда да уақыт тауып келіп, шомылдырып, ананы мынаны үйретіп, арасында емізіп те беретін. Осылай жүргенімде бір күні енем кіріп, қызым, Құдайдың ісіне не шара? Барлығымыз қайғыдан қан жұтып отырмыз. Баламнан айырылу маған да оңай тимеді. Амал қанша. Сен де енді анасың. Балаларыңды ойла қарағым. Бұлар Бекожымның көзі, тұяғы ғой. Есіңді жи қарағым. Ауырып қаласың. Сен ауырып қалсан, мына шақалақтарына кім қарайды? Қырқыннан шығып, ширағанша күтім керек. Есіңді жи айналайын, деп жылап қалды. Осы кезде енеме қарасам, бірнеше жылға қартайып кеткендей, оны аяп кеттім. Апа, деп енемді құшақтай алып, екеуміз соқылдап біраз жылап алдық. Біздің дауысымыздан балаларым да қыңқылдап жылай бастады. Енем екеуміз екі баланы алып, бесікке салып, екі жақта тербетіп ұйықтаттық. Осылай күрен күндер өтіп жатты. Бекарыстың 7-сін бердік. Артынан біз қырқымыздан шыға сала, күйеуімнің қырқын өткіздік. Адамның басында қандай қайғы болса да, денесінде жаны болған соң сүйретіліп жүре береді екен ғой. Сананы жаулаған мұң сұрақ. Енді не істеймін? Бекарыссыз қалай өмір сүремін? Осы ойлардың шырмауына шырмалып күндерім өтіп жатты. Әке шешем күйеуімнің қырқынан кейін үнсіз келген жоқ. Үйдегілер де үнсіз. Әркімнің өз қайғысы ішінде. Сөйтіп Бекарыстың жүзін өткізген соң, атамның туыстары қалып, үйдегілер барлығы жиналып мені шақыртты. Ойымда ештеңе жоқ еді. Дастарханның төменгі жағында шай құйып отырғанмын. Бір кезде атамның үлкен ағасы сөз бастады. Бекарысымыз, арыстай азаматымыздан қапыда айырылып қалдық. Жақсы адам, жаратқанға да керек дейді. Бұған не шара енді? Құдайға шүкір дейік, артында тұяғы қалды. Келін шырақ, сен әлі жап-жассың, деп маған қарап сөйлегенінде, не айтайын деп отыр екен деп, ойым сансаққа кетті. Тынысым тарылып кеткендей. Сөйтсем атамыз, күйеуін кетіп жастай жесір қалдың. Алайда қазақ жесірін қаңғыртпаған. Сол секілді ежелгі әмеңгерлік дәстүрімізді ұстанып, мына Бекарыстың тұяғын жетімсіретпей, сендерді өз әулетімізде алып қалу үшін, сені мына Айдос қайынына қосып, некелеріңді қияйық. Дегенде, тамағыма тас тұрып қалғандай болдым. Айдос Бекарыстан кейінгі тракторшы қайным еді. Ол да мұнан хабары жоқ-ау. Ауза шығып маған қарады. Екеуміз жанарымыз түйісіп қалып, екеуміз де ұялып қысылғанымыздан көзімізді екі жаққа тайдырып әкеттік. Ішім алай-дүлей болып бара жатса да, үлкендердің алдында әдеп сақтауым керек. Отырған орнымда тас мүсіндей қатып қалдым. Бір кезде Айдос орнынан ұшып тұрып, ағамның әйеліне,
Жеңгеме үйлен демекшісіздер ме? Бұл не сұмдық? Жеңгемді қалай қатын етемін? Бұл не салт-дәстүр? Миға қонбайтын әңгіме ғой бұл. Мен өлсем де жеңгеме үйленбеймін. Қойыңыздар, деп шыр-пыр болды да, ешкімді тыңдамай үйден атып шығып, тракторын гүрілдетіп, от алдырды да кетіп қалды. Үйдегілер антарығып отырып қалды. Мен балаларды қарап келейін деп, өз бөлмеме кіре салып еңіреп жыладым. Бұл не сұмдық, не сұмдық, қайныммен қосқандары несі? Деп, өзегім өртене өксіп жылап отыр едім. Бөлмеме Гүлсім кіріп келді. Оны құшақтай сала, іштегі шерімді айтып біраз жыладым. Сонда Гүлсім мені өзіне қаратты да, «Күмісай, мен сені түсінемін. Алайда бекар сенді жоқ, келмеске кетті. Ендігі өзіңді емес, мына балаларыңды ойла. Төркініне барғанымен әке-шешен де мәңгілік емес. Екі баланмен сені жеңгелерін сыйдыра ма? Олар сыйдырмаса өзім бағып өсірермін дерсін. Алайда қалай бағасын? Біреу емес екеу. Сосын сенің де не білімін, не мамандығын да жоқ. Әмеңгерлік деген біздің бұрыннан келе жатқан дәстүріміз ғой. Менің ақылымды алсан, осы үйренген жерінде қал. Қайнына тұрмысқа жық, деп ақылын айтты. Ойланып қарасам, оның сөзінің жаны бар секілді. Бірақ Айдос ше, жалғасы бар.